Дара үйрететін досың. Братан, үшеуін басам ғой, үш кнопканы. Дұрыс екен қош. Дұрыс па, бәсе? Братан, бетіңді алып тұрна үзілсе, кесіп жібереді бетің. Братан, қолыңды ауырт жерден қараса, іздер қап кетті. Ол фигня, мозольдарды қарса, біз ана китайский Мадина дегенді үйренгенбіз ғой. Мынау жұмсақ оның жанында кәдімгідей. Аң өзі де қатты болды, әбірісіп жерді. Братан, осы гитара оңай ма, домбыра оңай ма? Гитара оңай ғой, бір нәрсені бүйтіп қайталай бересің, ал домбырада бүйтіп отырасың. Шаруасы көп. Мана алтауда просто домбыра екеу ақ қой деп атқан. Мана той зимой не дәл соны үйретші жетеді маған. Сол қыздарға вечерге айтсам болды сол. Ол қиын брат, сен бір жыл. Үйретші братан, бір нәрсе жетеді сол маған. На жерме жетеді братан. Напиши письмо маған деген кезде ауыстырасың ғой. Қағаз. Сердцемді бер. Давай вместе болайық. Давай вместе болайық. И счастливо тұрайық. Не? Жей? Дейме? Сенің наглый досың. Кешкісі, Арман. Қалай сәпсет? Тамақ бар ма? Ойбу, тамақ қалады. Тамақ жоқ па не? Жұмыртқа ма бір бөлек қуыр жерес па? Сағат кімдікі? Папанікі. Бес жыл осың Қумаш ұрсып. Дос болам алып кетті дей саласың ғой? Қош орнай. Жылау. Галстук кімдікі? Ол да папанікі. Арызды қашан қайтарасыз? Қайтарамыз, сылай бермес. Берші тезірек. Сол 1,5 миллион қалтаңнан да түсіп қалады ғой, брат. Берші маған бір айға үйге. Үйде ұрсадым, қош. Мен орнына 105 нұр әкеп тастасам. Батяң, темекі шегеді сен, Иә. Аға, бір темекі ол. Сен кеше машинаның алдын соғып алдың кішкене. Қуасың ба, жасатып бересің? Адны басаман болсын, ақшан көп көз істеп ала саласың. Сен білем ғой, адны мен үшін ешнәрсе демейсің ғой. Братан, осы тұрысымен қанша болады? 1,5 болады. Қойшы, братан, 250-ге берсін. Жоқ, қояса шу. Бүгін қызыңды вечерге алып кетсем өзіммен бірге. Қуасың ба? Просто бәрі партика болып барайын деп тұр да. Малсың ба, не істейсің? Online Sabah. Marcus had a son, Kieran, from a previous marriage. With Devon as his third wife, he inherited a stepdaughter, Mackenzie, as well. Do the best man in the maid of honor have the reins? Малсыңдар ма? Онлайн учеб ағылшын болады. Ағылшын ба? Marcus had a son, Kieran, from a previous marriage. Мына шитақ қара, біз осы жерден кіру керекпіз. Өйткені мына жақтан кірсек бізді көріп қояды. Мына жерде көрші ғимараттың камерасы тұр. Оны алдын ала өшіріп қоямыз. Так, біздің машиналарды тығып қою керек. Әйтпесе көршілер көріп қояды. Сосын қара, мына жерден кірген кезде мұқият болу керек. Білесің ғой, не қара, мен сызам. Не ұрлайын отырық? Қайдағы ұрлық жұмысын ба? Той жасаймыз, полициялар бір қоймау керек. Ақмақтар, алдында қыз ұзату үшін 15 сутка отырып шыққандарың жетпей ма? Тағы да тоймай, жан серік әселеді, бақытты болсын. Жоқ енді, ағайын, жай ғана той ғой енді. Жай ғана той болса, жай ғана штраф төле, кет. Айттым алып қашы сағайып. Ол да заңға қайтеді. Құма. Не істетің? Кстати, мынау саған. Рахмет, бірақ мен саған бір нәрсе айтқым келіп тұр. Қашанға дейін осылай жүре береміз? Негізі шынымды айтсам, екеуміздің болашағымызға қатты уайымдап жүрмін. Кішкене жұмыс жасамайсың ба? Бір бизнес жасап, тем более қазір мүмкіншіліктер көп. Тіпті салықтан да босатып жатыр. Ал сен жүрсің маған даладағы гүлді жұлып. Болды, салықты мен сені. Сәлем, Разия. Есіңде ме сен маған бір нәрсемен айналыссайшы деп едің ғой? Так вот, мен өз бизнесімді аштым. Өзіме көлік алдым, үй алдым. Мен саған гүл, мүмкін сақина алып беремін. Қалай қарайсың? И чо? Енді ақшам бар деп мотивация ету керек па? Әлде мені сатып алғың келіп тұр ма? Жек көремін мен осындайларды. Білесің бе? Ең бастысы ол адамның жан дүниесі. Эгоист. Жынды ма осылар? Не керек сендерге сонда? Түсінбей қойдым ғой. Ну ладно, зато бизнесім бар. T'écoutes la plaque, Marie sans adéquat. T'es à côté de la plaque.
Жаныңда болмаған